900 теңге, бұған бір кейс келеді. Бір кейсіміз бір пластырымыз бір кейс. Немесе екі күміс судан екеу келеді. Мына 50 балл. Екінші пакетіміз 39.600 теңге. Екі кейске 4 өнім келеді. Екі күміс су, екі магний су. Немесе 3 өнім келеді. Егер пластыр алсаң, пластыр біреу ғана келеді. Алтын су біреу ғана келеді. Оксилит біреу ғана келеді. Сондай кейбір бір ғана өнімдерден біреу ғана келеді, бір пакеттен. Қалғандар 2 теңге, 100 балл. 115.500 теңге, 6 кейс қанша болады? 12 штук келеді өнімге, 250 балл. Бұл жерде мінекей скидка болады. 2200 теңге скидка, 115.500-де 9.900 теңге, скидка 170.250-де 35.750 теңге скидка жасалынады. 10 кейс келеді, 10 кейсіңіз 20 кейс деген сөз ғой, 20 продукция, 2 кіреді. 350 балл. 330 мың пакеті, 20 кейс. Бұл жерде 650 балл, 88 мың теңге скидка. 432.850 теңге. Бұл VIP пакет. Бұны алған адам VIP клиент аталасыздар, партнер аталасыздар. Бұл жерде 194 мың теңге скидкамен аласыздар, 1000 балл. Енді басында білмеймін, мынаған кіруге болады, қалтаңыз қайсы пакетті көтереді, сол пакетті алуға болады. Содан кейін апгрейд жасайсыз. Мына жерде ештеңе жоқ қой, мына жерде. 20.900 алдың не алмадың не? Болды. 39.600 теңгенің өзі еш нәрсеге жетпейді. Не ішуге, не біреуге беруге, бұл жерде басқа бонустар болмайды. Мына бонустардың бәрі жоқ бұл жерде. Енді 115.500-ден бастап алуға болады деп айтамын мен түсіндіріп. Өйткені бұл жерде 6 кейс, кішкене өзің ішкенге де, кішкене қосымша сатуға да болады. Енді бұларға кіргеннен кейін апгрейд дейміз. Апгрейд жасап 170.250-ге көтеруге болады. Бірінші мынадан мынаған көтерілесіз, мынадан мынаны алып тастайсыз. Сонда қанша ақша жетпейді, соны төлейсіз де, мына пакетті аласыз. Кейде өзі не береді, апгрейдке қосымша подаркасы болады оның да. Соны сөйтіп алып, секіріп, мен жаңа жеттім мына жерге. Мен солай отырып қалдым ғой. Мен кішкене кешеуілдеп тұрғаным сол. Бірақ енді бәріне де баруға болады. Мен екінші рет алып отырмын, өте керемет. Үлкен пакетті алып аласың, 1 жыл бойы рақат отырасың. Ешкімнен ештеңе сұрамайсың, өзің көзіңе жетеді. Соның өзі жетпей қалатын көрінеді, даже менің білгенім. Мен ойладым, 2 пакет неге алмадым деп, басында аламын деген. Сол сияқты. Міне осындай бізде табыс көзі бар. 6 түрлі. 5 түрлі доход бар, доход. Пакетіңізді көрген сайын, чем выше пакет, тем выше доход. Ақшаны көп табасың, көңіл алса. Сондықтан айтады ғой. Енді бұл жерде біз ақшаны қайдан табамыз? Басқаша түсіндірейін бедеміз, өзімнің мен бойынша. Қандай ғой? Бұл компания шарт бойынша сіз тіркелесіз. Сіз шарт бойынша 2 адам шақырасыз, Көрінбейді. Пакетті шалыстырайын, бәрінің керек жоқ, 2 партнер. Бірінші партнерский пакет дейін. Көрінбейді. Айырмашылығын түсіндіру үшін. 39.600 теңге. VIP пакет. Мына жерде, мысалы, партнерский пакетпен енді кіргеннен кейін сізге ақша қайдан түседі? Мына 2 адам сізге тіркелді. Ақша бірінші сізге реферальный бонус түседі. Мына 2 адамды шақырғаның үшін осы адамдардың кірген пакетіне байланысты сізге реферальный бонус 17% түседі. Мінекей, мына жерде 39.600 теңгеге бәрі жазылып тұр. Қанша түседі? 7.330 теңге реферальный бонус түседі. Ал егер VIP пакет болса 73.330 теңге. 10 есе көп па? Көп, разницасын қараңыз. Енді одан кейін екінші бонус бізде бинарный бонус. Бинарный бонус бұл командный бонус деп аталынады. Командамен бинарный бонус егер партнерский пакет болса, бұл 50% төлейтін жазуға келмей тұр екен. Бүйтіп жазайын деген. Анауын айта берсейші. Үлкен пакетті. Үлкен пакетті айта берсейші. Бинарный бонустар нарда 50% төленеді, нарда 7% төленеді. Қараңыз, бинарный бонуста, 50% нарда 3.666 теңге аласыз, 36.660 теңге. Нарда 51.330 теңге түседі. Бинарный бонуста, Енді бұл бинарный бонус шексіз. Неге олай деп айтамыз? Бұл каждый раз астыңыздан адам келген сайын, мынау 2 адам шақырады, мынау 2 адам шақырады. Мына кісі 2 адам шақырды, мына жерден 2 адам шақырды. Мына кісіге 1 адам тіркелді дейік нараға. Нараға 170 мыңға тіркелді, 350 балл дейік.
мына жерде VIP пакетке тіркелді дейді, иә, 1000 балл. 1000 балл. Мына өзі 1000 балл, нарада 1000 балл. Сонда мынау директорды жабады да, 1000 баллмен директорды жабады да, мына жерде 2000 балл келесі айға түседі, мына жерде 350 балл келесі айға түседі. Бұл жерде балл өшіп қалмайды, балл. Иә, бинарда. Бинардың есептеу жолы, мынаны қалай есептеп шығарды дейді ғой енді, бинар бонусты. Мынау қайдан шықты деп. Ол үшін сіз мысалы 1000 баллды 70-ке көбейтесіз, 7-де 5 турецкий лираға бөлесіз, сонда $93 шығады, $93-ды 550 неге көбейтесіз. Сонда қазақстанский 51.330 теңге шығады үш жерде. Мынада да сондай шығады анарша. Мінекей бинарный бонусты шексіз ала бересіз. Ол бинар деген мына екеуінің ортасынан төленеді ғой. Мына екеуінің ортасынан төленеді мына жерде. Бинар ойбай. Нарада төленеді бинар. Сонда мына екеуінің ортасынан да төленеді, иә? Нарада тағы бір адам келсе, оның ортасынан да төленеді. Сонда мынаған да түседі, мынаған да түседі. Сіз астыңызда. Сондықтан сіз бірінші өзі астыңызға 2 адам шақырып алуыңыз керек. Сол 2 адамға айтасыз, сені 2 адам шақырасың дейсіз. Сосын сол 2 адамды мына директор статусын көрсетесіз, қалай шығатынын. 2 адам 1000 балл жасаса уже директор болады ғой мына жерде. 1000 балл деп директор болады екен. Сонан кейін барып ол әрі қарай жылжиды. 1000 баллды ол бір көп 10 миллион алғандай көреді ғой, енді ақша алғаннан кейін, қолына ақша тигеннен кейін әрі қарай жұмыс істейді. Мен де солай істеп кеткенмін шын айтқанда. Мен бірінші айда кіріп, ассистент директорды бірақ жақтым. Бірінші 78 мың алдым, онан кейін директор жаққаннан кейін 218 мың алдым. Онан кейін сөйтіп қозғала бастадым. Ақшаның жолын көрсетсеңіз, адамдар сосын істейді, иә? Қалай шақырады, оны қалай қояды, оны қосымша түсіндіріп. Екінші табыс көзі жаңағы бинар деп айттық, бинардан жаңағыдай ақша түседі. Сосын кейін power бонус бар. Power бонус дегеніміз бұл тек қана үлкен пакеттерге беріледі, 4% пен 5%-ның арасында. 1,28-30 мың мөлшеріндегі ақша оны өздері төлейді компания. Мыналардың бәрінде оның бәрі жоқ. Мына жерде сіз бәрі жұмыс жасасаңыз да, пакет алсаңыз да, түгел ақшаның бар компанияға кетеді деген сөз. Сондықтан үлкен пакет деп отырған сол. Бұнымен және де жылдам жылжисыз. Сіз тіркедіңіз, астыңыздан 2 VIP пакет келді, бітті, сіз уже директор статусын жабасыз. Оның астынан 2 VIP пакет алды, тағы да сіз уже рубин жабасыз. Жылдам қозғалып, одан кейін бриллиант жазасыз. Директор статусында 36.660 теңге төленеді. Жаңағы мында рефералкадан жаңа айттық, 73.330 теңге төленеді. Мынау арасында бинар 51.330 төленеді. Міне мына жерде жазылып тұр ғой, екі жағыңыздан 2 адам келді, VIP пакетпен кірсеңіз. 2 адамдан сразу 146.660 теңге түседі. Сосын бинар жаңағы екеуінің ортасынан компания бинар төлейді, 51.330 теңге. Сосын сіз директор статусын жаптыңыз, 1000 балмен 36.660 теңге төленді. Сонда жалпы қанша таптыңыз жиыны қоса келгенде 234.550. Бұдан логистика ұстайды, логистика. Біз бәрі қиын ғой мұнда, менің бәрі. Соны налог ретінде ұстайды, сонда 212 мың теңге қолына алады бізде сондай алып жатқандар. Енді қараңызшы, сіз 432.850 теңгенің орнына 700 мың товарын аласыздар, еще қосымша 200 мыңға таяу, 150-160 мыңға таяу қосымша промоушен береді, подарок береді. Соны мен есептегенде где-то бір 800 мыңдай. Сол алған қосымша промоушеныңызды сата отырып, сатып жіберуге болады, адамдар сұрайды, кейбіреулер кіре сол сатып жіберіп, жарты ақшаңызды шығарып алуға болады. Қазір үйреніп алған біздің жоғарғы вице-президенттер мынау 2 емес 3 пакетті бірақ алып жатыр. Өйткені бизнес дегеніміз не өзі? Кішкентай ақша салып, көп ақша табу, Бұл жерде сіз 500 мың теңгеге нәски бизнесінде бастай алмайсыз. Біреу көк сұрайды, біреу ақ сұрайды. Бұл жерде сіз дайын тұрған франшиза аласыз да, мына орындарды алып алғаннан кейін нараға әйеліңді, нараға балаңды, нараға өзің тұрып, осыларға сізге түскен ақша оған да түседі. Нараға түскен ақша бұларға түседі, бұлардан сізге түседі. Сонда 3 жерден алып, 3 точкадан ақша алып отырсыз, 3 точка ашып алуыңызға болады. Любой басқа жұмыс орнын ашуға болады деген сияқты ғой.
өзіңіз пайдаланасыз, сондай. Енді 432.850 теңге денсаулықтың құны емес екен. Соны 360 кәдімгі күнге бөлетін болсақ, бір күнгі ақшамыз қанша екен? 1185 теңге. Енді біз бір дәріні барамыз да 5.000, 6.000 аламыз ғой, қараңыздаршы, мына жерде дайын. Мынау салқын жерде тұра береді, бұзылмайды. Айтпақшы, бұны холодильникке сақтауға болмайды. Салқын жерде, күн түспейтін жерде тұра береді. Еш бұзылмайды. Кешіріңіз, коллагенді холодильникте ұстау керек, иә? Жоқ. Холодильникте емес, тұра береді. Холодильникке ешқайсысын салмайсыз. Иә. Холодильникке ешқайсысын салмайсыз, салқын жерде тұра береді, бір қалыпты температура. Сұрақтарыңыз болса, қазағына тақ. Иә. Содан кейін өстіп енді секіріп, сонда не істейміз? Статустарды бағындырамыз. Директор статусында мен қазір бриллиант статусындамын. Иә, енді міне Алла қаласа президент деп тұрмын. Иә. Содан кейін 26 жылы Алматыға президент болып барсам, лимузинға мініп барсам. Бұл сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Бір кезде мен де сіздер сияқты келіп, жай өстіп отырған болатын. Сондықтан бұл жерде алдау жоқ, бір жерде кейбір адамдар сенбей жатыр ғой өйткені. Сондықтан офисқа кел дейтін себебіміз сол осы жерде айналаны көріп, ортаны көріп, сосын кейін жаңағы дегустация кофе деп шақырыңыздар. Тема на миллион деп шақырыңыздар келмейді. Тема на миллион бәрі жақсы көрді ғой. Бірақ миллион деп сразу миллион аласың деп айтуға болмайды. Қорқып кетеді, ол өтірік дейді тағы да. Бұлай постепенно әрекет жасап, жақсы табыс көзіп жерде бар деп айтасыздар, иә? Сондықтан міне директор статусын жаптың, оның ең астынан 2 адам дегенде рубин жаптың, қанша аласың? 84.330 теңге аласың. Келесі айда айтпақшы, бұдан да жоғары көтерілетін ақшаларымыз. Қараңыздаршы, қалай жұмыс істемейсіз? Істеу керек. Одан кейін бриллиантқа көтерілдім, мен мысалы 500.000 алдым. 500.000 алдым, қаншама кредит жаптым, жаңа айтып жатырмын. Мінекей 146.600 теңге. Өзім содан жеңілейіп, бары қарай мен жұмыс істеуге болады. Мына жерде золотой бриллиантта уже сіз 900.000, 1,5 миллиондай ақша аласыз мына жерде. Одан кейін президент статусында мына жерде, мынау премиясының өзі ғана ғой. Жаңағы пауэр бонустан кейін матчинг бонус бар. Премияны айтайын. Премиальный бонус бар, иә? Ол осы бонустар. Бұл премия бізде многоразовый. Ай сайын жапсаң, ай сайын ала бересің. Мысалы, осы айда сен директорды жаптың, мына ақшаны алдың ғой, иә? Келесі айда мына ақшаны алдың ғой, келесі айда тағы да жауып, тағы осы ақшаны алуға болады. Сосын басыңдағы коронаның шешіліп қалмайды. Бұрын біз фабрик істегенде қаншама тасып, түгелін сатамыз, әзер дегенде директорға шығамыз, одан директордан түсіп қалсаң, бітті, сен жоқсың, уже вообще директор атың жоғалып кететін. Бұл жерде тұрады, әйтеуір кабинетіңді ашсаң, коронаның тұрып қуанасың, әрі қарай жұмыс істейсің. Қарашы қандай керемет. Міне, ойластырып қойған. Премияны көтеріп жатыр. Өйткені бар ғой, я неге қымбаттады деп біреу ренжіп де шығып жатыр, бір орыстарым бар. Мен почему ты не понимаешь, что же золото, түгел біздің өнімдердің бәрі алтын мен күмістен тұрады, иә? Қазір алтын қымбаттап жатыр ғой. Сондықтан енді еріксіз қымбаттауға, сырьені біреуін ан жақтан алады, біреуін мын жақтан алуға, ол басшыға да оңай емес, иә? Сондықтан еріксіз, зато былай жасағанмен бізге зарплатамызды көтеріп, керісінше жасап тұр. Оның кейін золотой бриллиант мінекей алды, президент статусында мінекей, кім бар еді ішінде президенттің? Президент статусындағы 700 Раяхан кетіп қалды. 733.300 не, 2 миллионға дейін алады ғой. Одан кейін роял президент, королева президент деп айтамыз бізде, бұл жерде санду ханым, өте керемет білесіздер. Одан кейін вице-президенттер. Бізде бұл жерде ақша дегеніңіз қалай? 11 мыңнан, мына жерде ассистент директор жазылмаған, ассистент директор 500 балл орындағанда ассистент директор болады директордың алдында. Так, 11 мыңнан 3 мыңға дейін, 3 миллионға дейін табыс табуға болады, премияны ала беруге болады. Одан басқа өзінің бұлай тапқан табысы бар. Сонда біздің жоғарғы президенттер қанша алады? 25 миллион, 20 миллион, тіпті алдындағы Амангүл ханым жолдасымен екеуі 65 миллионға дейін алады екен. Қараңыздаршы қандай керек. Ол сіздермен кемді қалыс алды, үй алды, қанша машина алды. Өзіміздің серіктестерден көруге болады. Маржан ханым мысалы 2 этажды үй алды, мен үй алдым, менің спонсорым айтпақшы, қымбат ханым осы жолы келіп, мына мәңгілік елден үй алды. Мен барып көрдім. Оралда спонсорым келіп үй алды. Ол кісі мына не статусында бар, ақшасын жинап келіп. Керемет күшті, мына терезенің мына жағынан қарасаңда, үлкен ана жерде не бар екен ғой? Мешіт, центральный мешіт, көп тұр, сурет сияқты, картинка сияқты көрініп тұрады. Енді шет жақ екен, ауада таза күшті, мен сол жаққа тұрғым келіп. Енді өзіме сол жақтан үй алдым ғой. 2 рет бардым, жанында мектеп бар екен. Как раз сонда біздің Жанат ханым істейді екен. Жанат. Бізде миллионер Жанат ханым ғой, менде директор школы мектеп. Сол жердегі мектеп
мемлекетте істейді екен дәл жанында. Ойбай шайға шақырмайсың дейді. Ол кісі босамай қандай күшті түгел бір компания істеп сөйтіп қуанып жатырмын. Сондай кетіп қалып қайта келіп жатқандар бар. Мінекей мүмкін менің бүгін осы немді естіп отырып орталарыңызда жаңадан келіп отырғандар болса қатарыңызға қосылыңыздар, ойланыңыздар, өтірік нәрсе жоқ бұл жерде, шын айтып тұрмыз, иә. Енді кетіп қалғандар қайта келіп жатыр. Өйткені басқа компанияда да қаншама адам жазылу керек. Ол жақта классика қаншама адам жазылу керек. Бұл жерде сен екі ақ бетта, екі қол, екі аяқ, бір аяқпен сен тұра алмайсың ғой, екі аяқпен нық тұрасың. Сондықтан екі ақ адам шақырып, мына бір рет сен шақырғаннан кейін артынан мына жоғарыдағы спонсорлардан мынаға бал түсіп тұрады. Қарасаң, мына жағын болып тұрады. Сонда сен бір жақтан ғана қарай жұмыс жасайсың. Күнде бір адам, екі адам жазып па болды. Сосын астыңдағы адамдарды, міне менің, келіңізші, мен президентпін, өте мықты жұмыс істейтін кісі бар ғой, өзім сияқты қажырлы, табанды, жаңа айттым ғой, бұл кісі өзінің астынан уже неше директор шығарды. Міне спонсор болса осындай болсын. Мінекей қол сақ қойыңыздар. Қалай айтамын, шықпай орындайды, енді Алла қаласа өзі командасын алып жүріп жатыр. Рахмет сізге күшті сәттілік тілеймін. Даже мен бұл кісіден қорқа бастадым, мені қуып келе жатыр ғой. Так что бұл жерде адамға бағынышты емес, бұл кісі менен бұрын өсіп кетуіне болады. Или сіз өзіңіз спонсорыңыздан бөлек өсіп кетуге болады. Сондай әркімнің өзінің әрекетіне байланысты ғой. Әрекетке берекет дейді ғой сондай. Мінекей бізде қазіргі уақытта 13 вип-президент, 14-ші вип-президент Жадыра ханым, иә? Жадыра ханым. Бір кезде мен сіздер сияқты жаңадан келгенде Жадыра ханым осы жерде отырған болатынбыз. Сонда мен тыңдап, сенбей қарап отырған әлі есімде бар. Сонда сол кісі сөйтіп отырған. Мінекей қазір ол кісі вип-президент. Қалай сенбейсің? Айнұр ханым сол кезде жаңадан келген болатын. Міне солардың бәрі өсіп, ертең сіздер де сөйтіп өсесіздер. Керемет жақсы болды, ақша болғаннан кейін жағдай да жақсарып деген сияқты. Сондықтан енді бүгінгі презентацияда сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, қосымша. Рахмет. Көп рахмет.